Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 29 мен 130 сабақты өтеміз. Өзіңді тексер. Мен өзім жетістіктерімді тексеремін. Білу, көбейтуді орындап алгоритмді толықтыр. Бірліктерді көбейтемін. 3-ке 2-ді көбейтсек тең болады 6. 4-ке 2-ді көбейтсек 8. 1-ге 2-ді көбейтсек 2. Сонда жауабын оқимын 386. Түсіну. Баған түріне есептеп тексеруді орында. Сіздерге қазір көрсетемін. Міне балалар, бірінші есеп, түсіну. Екінші, үшінші, төртінші. Осыны дәптерге жазамыз. Алынды келесі тапсырма. Бізде қолдану. Амалдар бойынша баған түріне есептеп. Балалар, осылай жазамыз да. Жазымнан жақсы істемейді камерасы. Осылай жазып, тең дейміз да. 6 деп жазамыз. Осыны осылай баған түрінде жазып шығандар жарай ма? Алынды талдауды онда есепті шығар. Көкембек сабағы үшін 60 теңгеден 6 қой бермексіз және 224 теңгеден түрлі түсті қағаз сатып алынды. Қатыр қағазға қарағанда ермек сазға қанша теңге кем төленді дейді. Міне талдауда бізде жазылыпты. Ермек саз 6 қойға 60 теңгеден, қатыр қағаз 4 түрлі 224 теңгеден, ермек саз белгісіз теңге кем төленді. Шешуі 6-ға көбейтеміз 60, 364 көбейту 224-тен 896, 896 азайту 360-тен 536. Жауабы 536 теңге кем төленді ермек сазға. Балалар, жинақтау мен бағалауды үй жұмысы деп санаймын. Бірақ сіздерге бұларды да көрсетіп жалғастырып айтамын. Өрнекте құрасы олардың мәнін тап. Асы, әсі. Асына бізде қосылғыш, әсіне бізде азайғыш. Міне, бірінші осылай жазамыз. Мынау әсі. Көрінді ме балалар? Осыны дәптерге жазамыз. Мен бұны үй жұмысы деп өздеріңізде мұғалімдеріңізден сұрап жасаңыздар. Жазуға болады. Бағалау. Есептеулерді тексер. Жіберілген қатені түзет. 165 көбейту 3. 5-ке 3 көбейтсек 15. Бірі ойда 5 жазылады. 6-ға көбейтеміз 3-ті, қанша болады? 18. 8-ін жазамыз, бірі ойда. Бірін 9-ға қосамыз, 8-ге қосамыз, сонда 9. 3-ке 1-де көбейтсек 3, сонда бірі ойда. Бірін 3-ке 1-де қосамыз, сонда 4. Бұл сонда 165 көбейту 3, тең 495. Бұл дұрыс. Ал енді келесі 740 бөлу 4. Так, бұл 185, 34 азайту 32, 20 азайту 20, 0. Балалар, бұл да екінші бағаны дұрыс. Осылай тура екеуін дәптерге көшіп жаз. Ал енді үшіншісіне 628 азайту 6, 28, 18, 0, 2, 314. Бұл дұрыс емес, әрине балалар. Сіздерге үшеуіне сон, біріншіні 628 көрсетейін. Осыны дәптерге осылай жазамыз, міне. Үшеуінде осылай дәптерге жазамыз. Жарай ма? Балалар, сабақ түсінікті болса, назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.